Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге ұзақ өмір сүрудің құпиясы туралы айтатын боламын. Ең алдымен қазақша контентті қолдап, арнаға тіркеліп алыңыздар. Ұзақ өмір сүру неге байланысты? Салауатты өмір салтына қатысты деп айтуыңыз мүмкін. Оның да қатысы бар. Дегенмен, бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мамандары төрткүл дүниедегі ең ұзақ өмір сүретін халық жапондар екендігін ғылыми тұрғыда нақты дәлелдеген. Шындығында, күншығыс елінің тұрғындары қазіргі таңда ұзақ өмір сүретін мемлекет тұрғындары тізімінің көш басында тұр. Жалпы мұның себебі неде? Бұл өзі тұқым қуалаушылық па? Ұзақ жасау жапондықтар үшін қалыпты өмір сүру нормасына айналып кеткен. Қазіргі таңда жапондықтардың орташа өмір сүру көрсеткіші 84 жасты құрайды. Басқа елдермен салыстырып көрейік. Мысалы, ақш-та орташа жас 79 жас, Ресейде 70 жас шамасында, ал Қазақстанда орташа өмір сүру ұзақтығы 71 жасты көрсетіп отыр екен. Десек те, ұзақ өмір сүрудің сыры неде? Оның құпиясы қандай? Жапондықтар неге ұзақ өмір сүреді? Енді оның сырына үңіліп көрейік. Біріншіден, жапон халқы қуырылған тамақты жемейді. Яғни жапондықтар қуырылған тамақты мүлдем жемейді. Күншығыс елінің тұрғындары негізінен пісірілген не қайнатылған тамақтарды жақсы көреді. Егер қуыратын болса, майды өте аз мөлшерде құяды екен. Дайын болған тағамдарды кішкентай ыдысқа салып қояды. Біздікіндей үлкен ыдысқа, үлкен табаққа қою деген атымен жоқ. Үлкен қасықпен тамақ жемейді немесе ішпейді. Олар кішкентай қысқа таяқшалар арқылы жеуге дағдыланған. Екіншіден, олардың сорпасы мүлдем бөлек. Олар сұйық тамақты өте жақсы көреді, бірақ біздікіндей емес. Біздің сорпаларымызда кесек-кесек ет пен картоптар жүреді. Олардың сорпасында теңіз өнімдері мен балдырлар, әртүрлі шөптер салынады. Айырмашылығы осында, яғни теңіз өнімдерінде ағзаға қажетті заттары өте көп. Үшіншіден, жапон халқы күріш пен көкөністі көп жейді. Біздің сүйікті гарниріміз не? Картоп пен макарон, тағы басқа көзге үйреніп қалған шикізаттар. Ал жапондықтар гарнир ретінде күріш пен көкөністі көп таңдайды. Олар тапсырыс бергенде соя мен балдырға көп мән береді. Енді ойланыңыз, қайсысы адам ағзасына көбірек пайдалы? Макарон ба, жоқ әлде балдыр ма? Төртіншіден, шайдың дайындалуына көп көңіл бөледі. Жапондарда шай дайындаудың мыңжылдық мәдениеті қалыптасқан. Олар әртүрлі пайдалы қоспалар қосылған көк шайды көбірек ішеді. Олар шайды ұнтақ түрінде пайдаланады. Өздері өсіріп жинайды және оны сақтауының да сыры бөлек. Мұндай шай біз ішіп жүрген шайға қарағанда тиімді және сіңімдірек әрі пайдалырақ болмақ. Бесіншіден, жапон халқы тек қана балғын өнімдерді жейді. Яғни жапондықтар не жесе де сапалы балғын тағамдарды жейді. Олар 2-3 күн немесе 1 апта тоңазытқышта тұрып қалған тамақты ешқашан пайдаланбайды. Мысалы, олар балық жегісі келсе, ресторандағы кішкентай су астауында жүзіп жүрген балықты тікелей өздері көрсетеді. Аспаз клиенттің көз алдында оны сойып балықты асып немесе буға пісіріп береді екен. Сонымен қатар, жапондықтар ешқашан тойып тамақ жемейді. Оларда тамақ ішудің сан ғасырлық өзіндік мәдениеті қалыптасқан. Күншығыс елінің тұрғындарында тамақты түк қалдырмай жеп қою жоқ. Жетіншіден, дәрігерге жиі баруды өздеріне міндет санайды. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары қабылданған міндетті денсаулық сақтау жүйесінен кейін жапондықтардың өмір жасы ұзара бастады десек те болады. Өйткені қабылданған заңнан кейін жапондықтар жылына 12 рет дәрігерге барады. Ол міндетті түрде. Күншығыс елінің тұрғындары бұл талапты бұлжытпай орындайды және оны қалыпты дағдыға айналдырған. Сегізіншіден, қалада немесе ауылда болсын, біз барар жерімізге көлікпен жетуге тырысамыз. Ал Жапонияда адамдардың басым көпшілігі қоғамдық көлікке мінеді. Тіпті жұмысына жаяу баратындар да бар. Қоғамдық көлік жапон халқы үшін күнделікті өмір салты. Күншығыс елі тұрғындарының тіпті жұмыс істеу тәсілі де бөлек.
Сонымен қатар күніне 2 рет жуыну жапондықтар үшін қалыпты әдетке айналған. Ол тазалықты білдіреді. Тазалыққа үйренген адамның ағзасына жұқпалы микробтар да жолай қоймайтыны ақиқат. Және де жапон халқы үнемі жаттығу жасап жүреді. Жапонияда радио бойынша гимнастика деген бағдарлама бар. Оны кез келген азамат орындайды және оған тұрақты қатысуды әдетке айналдырған. Радио-фитнес жапондықтар үшін салауатты өмір салтының кепілі. Сонымен қатар олардың түсінігі бойынша таза ауа жанға дауа. Күншығыс елінің тұрғындары таза ауада жүргенді жақсы көреді. Үйде отырып тамақ ішу олардың дағдысы емес. Құрметті қонақпен дидарласқанның өзінде оны дұрыстау мейрамханаға шақырады. Әйтпесе тауға шығып, дидарласып қайтады. Әрине, ұзақ өмір сүрудің амал тәсілдері өте көп. Ол ең алдымен өзіңе байланысты. Бірақ өмірде орын алатын әртүрлі жағдайлар да адамның тағдырына әсер етуі ықтимал. Бәріне де сабырмен қарап, кез келген іске мақсатты түрде кіріскен дұрыс. Десек те, адамның ұзақ жасауына байланысты ғалымдар әртүрлі болжамдар айтады. Оның бір жақты рецепті жоқ. Десек те, тағы бір әдіс тәсілін айтқанның артығы болмас. Яғни, біріншіден, калориясы көп тамаққа тәбетіңізді тыйыңыз. Екіншіден, күн сайын алма жеп тұруды әдетке айналдырыңыз. Үшіншіден, қайнаған, таза, салқын су ішкеннің де пайдасы көп. Төртіншіден, белсенді жұмыс істеген жақсы. Бесіншіден, күн сайын душ қабылдаңыз. Сонымен қатар жақсы нәрсе туралы жиі ойлаңыз. Көңіл күйіңіз әрдайым жоғары болсын. Қартайып келе жатырмын деп еш уақытта ойламаңыз. Зейнеткерлікке шықсаңыз да әрдайым сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. Егер айтылған ақпараттар пайдалы болған болса, арнаға тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.